Достар, барлықтарына сәлем. Prime бұл шоуда қазақ ютубына үлес қосқан ютуберлер туралы айтатын боламыз. Бүгінгі біздің қонағымыз ол Нұр Channel. Нұр Channel деген лақапатты естіген кезде қандай ютубер ойларына келеді? Әрине, мына легенда. Неліктен мен бұл ютуберді легенда деймін? Өткені қазақ ютубына болмаған жаңа форматты алып келген ютубер. Ол жайлы сосын айтатын болам. Ал қазір Тараз қаласында 1998 жылы 3 желтоқсан айында Нұрмұхамед Жолдыбай өмірге келген. Шын аты жөні Нұрмұхамед Жолдыбай. Ол информацияны ВК парақшасынан қарай аласыңдар. Нұр Channel ютубты 8 жыл алдын бастаған. Бірінші видеолары GTA 5 туралы болған. Ол жерде тачка на прокачку деген шоуларды түсіріп жүрген. Одан басқа Fortnite, Warface атты ойындарды түсірген. Осындай контенттерді түсіріп жүрген кезде Нұр Channelға ой келеді. GTA сериалдарды түсіріп бастау керек деген. Сол кезде ол Джонни деген персонажды ойлап тауып, Джоннидің оқиғасы деген сериалды түсіріп бастайды. Достар, мен Instagram парақшама жазылып кетіндер. Мен Instagram парақшамда қызықты видеолар шығады. NoNiKZ-пен бірге әртүрлі рилстар, Алтыбақамен бірге әртүрлі рилстар. Мына жерде сендер Алтыбақаның өмірі туралы стористарды қарасаңдар болады. Мына санды біз 1000 подписчикке дейін жеткізіп кетейік. И болды достар, астыға өтіндер ссылкамен. И обязательно тіркеліп кетіндер. Каналында Джонни туралы видеолары өте көп. Мыңдаған видео точно бар деп ойлаймын. Сол Джонни атты сериалын түсіріп бастаған кезде каналы күн сайын мыңдаған адам жинап бастайды. Қазақ ютубында Нонидан кейін тез тренд рекомендацияларды жарған ол Нұр Channel болған. Бірақ ол жай ғана 1-2 видеосы рекомендацияны жарған ютубер емес, ол әр жыл сайын өз планкасын ұстап тұрған ютубер. 2019 жылы Алтыбақан тобы танымал болып жүрген кезде олар туралы мен басқа бөлімде айтқанмын. Сол кезде Q-Style пайда болады. Q-Style ашылған кезде Нұр Channel Q-Styleға кіріп, бірге ютуберлермен коллаборация түсіреді, контентке көмектесіп жүреді, бірақ параллельно Джоннидің оқиғасын түсіреді. Джонни деген сериалы неге атты? Өткені біріншіден менің ойымша оның монтажы өте қиын болған. Монтажын прям голливудский кино сияқты жасайтын болған. Видеоларын сол кезде қарасан бір затқа көзін жетеді. Нұр Channel махаббатпен монтаж жасайтын болған. Әр деталь, әр кадр, әр өлеңді ол таңдап, үлкен әдемі видео қылып шығаратын болған. Бұл жерде негізі үлесі туралы айтсақ өте көп. Неліктен? Өткені сериал деген жанрды алып келіп, қазақ ютубының трендтерін жарған. Өзі тренд болып, басқа ютуберлерге осындай сериал түсіруге болатынын көрсетті. Қазіргі таңда Minecraft, Garry's Mod әртүрлі ойындардан қазақ ютуберлері сериалдар түсіреді. Ол ютуберлердің арасында Айшуақ, Дейлин, Эдди Форс, тағы басқа ютуберлер бар. Нұр Channel целый үлкен трендті бастаған адам. Барлығы Джонни сияқты видео түсіргісі келген. Қазіргі таңда GTA сериал түсіретін ютуберлер әлі бар. Олардың барлығын Нұр Channel мотивировать еткеніне мен 100% сенемін. Солай Нұр Channel өзінің сериалдарымен бүкіл қазақ ютубын шулатты. Қазіргі таңда Нұр Channel'дың арнасында 2.640.000 подписчик, 1500 видео, 1.119 просмотры бар. Ал екінші каналында, влог каналында 650.000 подписчик, 279 видео, 105 миллион просмотр бар. Ал үшінші каналында 180.000 подписчик, 618 видео и 26 миллион просмотр бар. Бұл негізі өте достойны көрсеткіш. Қазақ ютубында қателеспесем Нұр Channel бірінші 1 миллион подписчикке жеткен ютубер. Ол үлкен көрсеткіш. Нұр Channel бір уақытта өзінің қызымен канал ашады. Ол канал қазір Диди деп аталады. Бұл каналды Нұр Channel'дың қазіргі таңдағы жары жүргізеді. Джонни мен Жасмин деген контент түсіріп, ол каналда жақсы просмотр, жақсы подписчик жинайды. Диди екеуі 3-4 жыл бойы бірге контент түсіреді. Негізі мен ойымша ол өте керемет сезім. Қасындағы жақсы көретін адамын бірге сенің интересында болады. Бірге контент түсіре аласың. Ол негізі мен арманым. Нұр Channel мен Диди екеуі 2023 жылы үйленеді. Сол кезде тойларында қазақ ютуберлері барып, күшті влогтар түсіреді. Оны сендер ютубтан көре аласыңдар.
Ал енді Нұр Channel қанша ақша табады? Бәріне қызықты сұрақ. Бірінші, мен ойымша ол бүкіл каналдарынан примерно бір 2-4 миллион теңгенің арасында ақша табады. Ал интернетке барып ChatGPT-дан сұрайтын болсақ, олар бізге вообще космический суммаларды айтады. Достар, неге Нұр Channel легенда? Өйткені ол бір өзі ешқандай коллаборациясыз контент түсіріп, бүкіл тренд рекомендацияларды жараған ютубер. Ол біріншіден. Коллаборация деген өте маңызды. Ол туралы мен AliKZ туралы видеода айтып кеткенмін. Коллаборация Нұр Channel-ға керек те емес. Өйткені ол өзінің сериалдарымен бір өзі жүріп, еңбек етіп, бүкіл трендтерді айырады. Әрдайым мен Prime деген шоуда үлес туралы айтамын. Сол жерде қазақ тіліне үлес қосты деп әрбір қазақ ютубері туралы айтуға шаршадым. Бірақ мен тағы да айтайын, Нұр Channel-дың ең басты үлесі ол қазақ тіліне деген үлесі. Өйткені кішкентай балалар шетелдік ютуберлерді емес, қазақ ютуберлерін қарап өсті. Негізі Нұр Channel үлкен мотивация болуы керек. Өйткені сен еңбек етсен, өз жұмысыңды жақсы көріп, монтажына беріліп, видеоларыңды качественный қылып түсірсен, бір кезде сен жарып танымал ютубер боласың. Қызықты факттардың арасында бір факт бар. NoniKZ 2019-2020 жылдары стрим жүргізген кезде бір стримна Нұр Channel кіріп GTA Skill Test ойнаған. Сол кезде менде ноутбук болған. Нониға мені қосшы өтініш деп сол ойынға кіріп кеткенмін. Бірақ енді Skill Test басталып жатқан кезде мен ноутбугым қуып, ойыннан шығарып жібереді. Сол кезде мен жылағым келіп, без настроения отырғанмын. Prime'ның басқа бөлімдерінде сендер комментарийларға неге ютуберлер бір-бірімен араласпайды, видео түсірмейді дегенсіңдер. Менің жауабым, көп ютуберлер негізі бір-бірін таниды, өмірде араласады. Бірақ контенттері басқаша болғандықтан олар бірге видео түсірмейді. Өмірде жақсы араласса да, жұмысты өз-өзімен жасайды. Бүкіл қазақ ютуберлері бірге қосыла алмайды, өйткені контент басқаша. Нұр Channel ойыннан басқа BMW көлігінің фанаты, яғни айтқанда машиналардың фанаты. Бұрында ол GTA-да YouTube-ты бастаған кезде тачка на прокачку деген контентті түсіретін болған, ал қазір ол шын өмірде машиналарды прокачка қылады. Қазіргі таңда ол BMW X5 E53 айдайды. Бір аңыз адам былай деген: бұл өмірде тек екі машинаның маркасы бар, ол Mercedes или BMW. Instagram парақшасында сендер әртүрлі машиналар туралы видео табасыңдар, сол жерге өтіп қарай аласыңдар. Ал сендер қандай машинаны жақсы көресіңдер, соны комментарийға ұмытпай жазып кетіңдер. Ал енді қорытынды туралы айтатын болсақ, Нұр Channel қазақ ютубындағы ветеран, легенда ютубер. Бұрыннан бері өз еңбегімен коллаборациясыз сериалдар түсіріп, қиын кино сияқты видеолар шығарып, бүкіл трендті жараған ютубер. Нұр Channel қазақ ютуберлеріне мотивация, үлгі болған. Нұр Channel GTA-да сериал түсіруге болатынын қазақ ютубына алып келген. Бір сөзбен айтсақ, нағыз легенда. Ал достар, енді мен сендерге бір зат айтайын. Көп рахмет осы шоуды қолдап жатқандарына. Сендердің қолдауларың маған мотивация береді. Осы Prime деген шоудың келесі қонағы кім болсын, соны астыға өтіп комментарийға жазып кетіңдер. Мен бүкіл комментарийларды оқимын, сондықтан сендердің фидбектеріңді күтемін. Ал достар, видеоға лайктарыңды басыңдар, арнаға тіркеліп кеттіңдер. Барлықтарына пока.